ойлайсыңдар? Сендерге уәде еткенде Қайнар білім беру және бос уақытын қамту кешеніндегі Қайнар KZ медиа орталығы болашаққа бағдар атты жобасын ұсынады. Олай болса, экран алдына жайғасып, бізді тамашалаңдар. Достар, осы күнге дейін болашақта кім болуды, қандай маман иесі болатындарында ойландыңдар ма? Сендерді ойландырып қойдым ба? Ендеше біздің бағдарламаны үзбей қарап жүріңдер. Өйткені біз әр хабарымызда түрлі маман иелерімен кездесіп, жұмыстарының қыр-сырымен танысатын боламыз. Бірінші байлық денсаулығы екенін баршамыз жақсы білеміз. Сырқаттанып қалсақ, бірінші дәрігердің көмегіне жүргінеміз. Солай ғой достар, дәрігер алған білімінен қарай түр-түрге бөлінеді. Мәселен, бала емдейтін дәрігерді педиатр, көз ауруын емдейтін дәрігерді окулист дейміз. Алдағы уақытта әрқайсына жеке тоқталатын боламыз. Ал бүгін сендерді балалар хирургымен таныстырамын. Олай болса, біз бастаймыз. Батхолдин Елтай Сейтқажолы, мамандығы балалар хирургы, Екібастұз қалалық ауруханасы балалар хирургиясы бөлімінің меңгерушісі, 45 жыл тәжірибесі бар білікті маман, өмірлік ұстанымы, ізденіс, еңбек, талпыныс, жетістіктің кілті. Елтай аға, саламатсыз ба? Саламатсың. Әмина, мен бүгін сіздің мамандығыңыз туралы білуге келдім. Рахмет, Әмина. Мен немеремнің аты да Әмина. Көп рахмет. Тыңдап тұрмын. Елтай аға, жалпы хирургия жайлы айтып берсеңіз. Хирургия туралы көп әңгіме айтуға болады. Бұл медицинаның үлкен саласы. Оның ішінде көп. Травматология бар, хирургия бөлімшесі бар, офтальмологияда көп. Оның ішінде балалар хирургиясы мен травматологиясы өте күрделі. Балалармен істеудің өзі бір қызық дүние. Көп мәселе бар ол жақта. Елтай аға, жауабыңызға рахмет. Сіз 42 жылдық тәжірибесі бар, білікті маман екеніңізді білемін. Осы тұрғыда жұмысыңыздың қыр-сырымен бөліссеңіз. Бұл балалар хирургиясы саласы өте күрделі саланың бірі. Бұл жерде балалармен жұмыс етудің өзі бір қызық, бір жағынан қиын да. Бірінші, баланың мамасы мен папасының тілін табу керек. Кей жағдайда жасыратын болады. Ауырып тұрған баланың, ауырып тұрған балаға кейде дәрі-дәрмек беріп қояды, ауыртпайтын. Ондай істеуге болмайды мысал үшін. Енді менің осынша жұмыс істеген уақытта әртүрлі қызық жағдайлар болды. Этаждан құлағандар балалар бар, кішкентай балалар. Неше түрлі бөгде заттар жұтып қояды, тиын жұтып қоятындар бар. Әртүрлі пластмасалы ойыншықтар жұтып қоятын балалар бар. Көп саласыз, көп енді, көп. Ең қызығы бір балалардың бір кейде іші ауырып келген балалардың бір байқайтын нәрсе, ол ауырғанда тіл айта алмайды, тілімен емес, қолымен білдіреді. Ақырын ғана қолын ішін сипап тұрсаң, қолыменен қолыңды итереді. Ол бірінші белгі. Елтай аға, мен сізді түсіндім. Балалар хирургы болу үшін қандай пәндерді жақсы оқу қажет? Балалар хирургы болу үшін негізі барлық пәндерді жақсы оқу керек. Әсіресе биологияны, химияны, физиканы жақсы оқу керек, математиканы білу керек. Барлық пәндерді жақсы оқу керек. Жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұрағым. Балалар хирургиясының айырмашылықтарын айтып өтсеңіз. Балалар хирургиясының үлкендермен салыстырғанда айырмашылығы үлкен. Айталық 5 жастағы балалар қай жерінің ауырып тұрғанын дұрыстап айта алмайды. Және 5 жасқа дейінгі балалардың организмінен ересек адамдардың организмі бөлек. Сондықтан әртүрлі жағдайда келу керек. Сондықтан баланың 1 жасқа дейінгі баланың өсу жағдайындағы өзгерістер бар. Сондықтан өте күрделі балалар денсаулығы, балалардың жас кішкентай балаларға ота жасау өте күрделі. Өте нәзік нәрсе. Елтай аға, болашақта балалар хирургы боламын дейтін көрермендеріңізге қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес беремін? Ең бірінші жақсы оқу керек барлық пәндерді. Негізі ана тіліңді істеу керек, қазақ тілін жақсы білу керек.
мұғалімдерді тыңдау керек, ата-аналарын тыңдау керек. Енді медицинаға келу үшін биология пәнін жақсы оқу керек, химия пәнін жақсы оқу керек. Енді өзің қалай оқисың? Сабағың? Мен жақсы оқимын, маған барлық пәндер ұнайды. Ой, айналайын, сол. Кім боласың болашақта? Мен болашақта тіс дәрігері боламын. Өте жақсы, өте жақсы. Ақ жол тілеймін, жолың болсын. Рахмет. Елтай аға, бізге алтын уақытыңызды бөліп, мамандығыңыздың қыр-сырымен таныстырғаныңызға көп рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет айналайын, Амина. Ертең үлкен тіс дәрігері болғанда мен өзіңе келемін. Жақсы, Елтай ағам, мен сізді болашақта күтемін, тісіңізді емдеп беремін. Көп рахмет, Амина айналайын. Ақ жол тілеймін, жолың болсын. Рахмет, сізге де сау болыңыз. Аман балаға. Достар, бүгінгі бағдарламамыз көңілдерінен шықты ма? Ұнаған болса, төменге пікір қалдырып, өз ойларымен бөлесіңдер. Сондай-ақ лүпіл басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңдар. Қазірден нық қадамдар жасап, болашағыңды бағдарла. Бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар.